Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, қазіргі мастер-класстарда хит болып жатқан самсалардың бірі ұйғыр самсасының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл самсаны тапсырысқа жасай берсеңіз де болады. Ендеше видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Және де менің осындай керемет рецептерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз және морозильниктен, яғни мұздатқыштан шыққан салқын сары майымызды үккіштің көмегімен ұнға ауната отырып өткіземіз. Майымыз морозильникте тұрғандықтан осылай үккіштен өткізгенде жақсы өтетін болады. Үккіштен өткізіп алғаннан кейін ұн мен майды осылай қолымызбен біріктіріп араластырамыз. Ал енді қамырымызға қосатын сұйықтықты дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаның сары уызын ақ уызынан ажыратып бөліп аламыз. Және 1 жұмыртқаның өзін ақ уызымен қосып шағып саламыз. Үстінен 100 грамм қаймағымызды саламыз және 1 шай қасық толы тұз салып барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осы сұйық массамызды ұнымыздың үстінен құйып, жұмсақ қамырлейміз. Артық ештеңе қосудың қажеті жоқ, осылай барлығын қолымызбен біріктіріп илейміз. Бізде осындай жұп-жұмсақ, нәзік қамыр шығады. Енді осы илеп алған қамырымызды пленкаға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа тындыруға қойып қоямыз. Қамырдың арасына жағатын сары майымызды ертіп аламыз. Тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін әзірше пленкаға салып бір шетке алып қоямыз, ал екінші бөлігін ұнды молырақ етіп сеуіп, жақсылап, жұқалап жайып шығамыз. Бірінші қамырымызды жақсылап жайып алғаннан кейін ұн себелеп, осылай орап, бір шетке бетін жауып ала тұрамыз. Ал енді екінші қамырымызды да дәл солай жұқалап жайып шығамыз. Қамырды жайып алғаннан кейін үстінен ертілген сары майымызды тегістеп жағамыз. Енді осының үстінен бірінші жайылған қамырымызды төсейміз. Үстінен тағы да ертілген сары майымызды тегістеп жағып шығамыз және қамырымызды тығыздау етіп рулет секілді ораймыз. Ал енді осы дайындап алған қамырымызды пленкаға салып, тоңазытқышқа кемінде 3 сағатқа қойып қоямыз, немесе бір түнге қалдырсақ тіптен керемет болады. Ендігі кезекте самсамыздың салмасын дайындаймыз. Менде бұл жерде жарты келі сиырдың тартылған еті, осының үстінен 100 граммдай қойдың құйрық майын осылай майдалап турап қосамыз, бірақ бұл міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Және 600 грамм пиязды осылай майдалап турап қосамыз. Бір тісше сарымсақты осылай үккіштен өткізіп саламыз және үстінен 1,5 шай қасықтай тұз саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш себелейміз. Жарты шай қасықтай зира салып жіберсек болады, бірақ бұл міндетті емес. Және сиыр етіне арналған дәмдеуіштен де кішкене салдым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Ал енді самсамыздың қамырын тоңазытқыштан шығарып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Таразы пайдалансаңыздар да болады. Мен 37-38 граммнан бөліп алдым. Жаюға ыңғайлы болатындай осылай қолымызбен басып тегістеп аламыз.
Қамырымыздың құрамында сары май болғандықтан өте тез еріп кетеді. Сондықтан осылай алдын ала дайындап алып, жаятын бөлігін ғана алып қаламыз, ал қалғанын тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Қамырымызды жаюды бастаймыз. Осылай ұн себелеп, оқтаумен қатты баспай, тек шеттерін ғана басып, қамырымызды жайып аламыз. Салмамызды саламыз. Екі шетін осылай жақсылап қысып бекітеміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың бірінші шетін басамыз, шыққан ұшын қайтадан ішке қарай кіргізіп, осы рет бойынша самсамызды түйеміз. Түйу барысы түсініктірек болу үшін тағы да бірнеше мәрте қайталап көрсетемін. Бұл самсаларды осылай алдын ала түйіп дайындап алып, мұздатқышқа, яғни морозильникке сақтай берсеңіздер де болады. Барлық самсамызды осылай түйіп дайындап алғаннан кейін формамызға осылай әдемі көріну үшін жантайтып қойып шығамыз және пісу барысында жабысып қалмау үшін араларын ашықтау етіп қоямыз. Самсамыздың бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Әсемдік үшін беттеріне осылай қара күнжіт пен ақ күнжітті араластырып сеуіп шығамыз және 180 градуста алдын ала қызған пеште 25 минуттай пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің самсаларымыз осылай әп-әдемі болып пісіп шықты. Дәмі де өте керемет, қамыры да үлпілдек, жұмсақ, аузыңызда еритін самса болады. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Егер менің видео рецептерім ұнаған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда түрлі рецепттер болады. Сіздермен болған Нұрзина.